Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай кофе, чай, одан кейін тұз салатын алдым. Сыртында қант деп жазылып тұр, бірақ мен оған тұз салатын боламын. Менде қант салатын үлкен ыдыс бар. Сондықтан осындай полиэтилен пакеттерден құтылу үшін осындай ыдыстар алдым. Бұл ыдыстар керамика және де қақпақтары ағаштан жасалған, резинасы бар ортасында, сондықтан өте тығыз жабылады. Ешқандай ауа кірмейді, су кірмейді, сондықтан осындай кофе, чай, тұз сақтағанға өте жақсы. Бұрынғы қолданған ыдыстарымда керамикадан болған еді, бірақ оның шет жақтары сынып қалды және де краскасы кетіп ескірді. Сондықтан осылай ауыстырып жатырмын. Бұл ыдыстың сыртында қант деп жазылған, бірақ мен ол жерге тұз салып қоямын. Күнделікті қолданғанға ыңғайлы болады осы жерден алғанға. Ал қант менде үлкен ыдыста салынып тұр. Мінекей осындай полиэтилен пакеттер, керек жоқ ыдыстар, солардан ақырын құтылып жатырмын. Әдемі болып бір ыдысқа жиналып тұрған өте жақсы. Мінекей осындай әдемі болып жиналып тұр.